Осының бәрі бар ғой. Жігіттер, осының бәрі шешіледі. Мынаның бәрі осы кезге дейін 30 жылға дейін шешілмей келе жатқан себебі осының әділ сайлаудың жоқтығы, әділдіктің жоқтығы. Кешегі Тоқаевтың сайлауы 19 жыл. Тоқаевта әділ сайланған жоқ. Тоқаевта да халық сайланған жоқ. Халық өздері әкеліп қойды. Сол жүйе Назарбаевтың өзі әкеліп қойды өзінің адамын. Одан бері қарай әкімдер, депутаттар болған халық қалаулысы емес. Сол себептен біздің өспейтініміз, өнбейтініміз. Түгел кетуі керек. Әділ сайлау болмай, әділдік орнамай, реформа өзгермей, мына мәселелердің бәрі далбаса айтып отқан мәселелердің бәрі. Далбаса. Әділ сайлау керек мемлекетке. Халық қалаулысы болу керек. Халық қашан әділ, өзінің депутаттарына дейін, әкімдеріне дейін халықтың арасынан сайланып шықса, сонда бар өсеміз қазақ халқы. Сендерге айтам, Тоқаев, сен ана Алматыдағы болып жатқан, Алматыда бассыздық, әр үйге барып террорист деп, халықтың арасынан террористті іздемеңіз. Халықтың арасынан қажеті жоқ. Ноғаев мырза айтып барыңыз, сіз Тоқаевқа айтыңыз. Қара халықтың арасынан террорист іздемеңіз. Мынандай массовый қақтығыс болған жерде халықтың 30 жылдан бері наразылығы ішінде болады ондай. Ұрлау, тонау, ішінде бомжылар бар, тағы әртүрлі жағдайлар болады ондай кезде. Массаға жастар ереді, себебі еліктейді оған. Оның бәрі сіздер террорист қылып шығармаңыз. Соны Тоқаев мырза айтып барыңыз Тоқаевқа. Керек емес, мына халықты босатсын, 20 мың террористті сырттан даладан іздесін, ана жақтан, сырттан, өздерінен іздесін арасынан. Кіргізген, осы кезге дейін шекараға, мемлекетке ие бола алмаған, жаңағы билік басындағылар, террорист өздері осы кезге дейін. Соны айтып жеткізіп барыңдар. Керек емес, ана Арман, Дикий Арман, Дариға Назарбаеваның сойылын соғып жүрген автомат тарқатты деп халықтан естіп жатырмыз әле. Соның солар террорист, солар тұстасын. Ана Дариға 3 қызын Назарбаевтың солар соттасын жүйесімен бірге. Сонда міне біздер әділ сайлау болғанда ғана бір мемлекетіміз дұрысталады. Әділдік орнамай мемлекетіміз дұрысталмайды, сендерге айтады. Тоқтатылсын қудалауды, заңсыз қудалауды. Болды. Жаңаөзен халқы айтып отыр. Жаңаөзен халқы міне кеше кездесіп отырмыз. Жаңаөзен халқы мекеменің жігіттері бар. Және басқа да қоғам белсенділері бар бәрі. Санаулы адам келіп отырмыз қазір. Тағы шығамыз деп отыр митингке. Өзгеріс болмаса, мына реформа өзгермесе, жүйе түбегейлі өзгермесе, тағы митингке шығамыз деп Жаңаөзен қаласы сәлемдеме жолдап отыр сізге. Соны айтып кетейін деп бұл жерде айтып отқаным. Соны жеткізіп барыңыз билікке.